сау болыңыз. Иә, Жанерке. Өте дұрыс айтты мына атамыз. Мен баған бері осы сөзді айтқым келген. Сендер айтып жатсыңдар, 9 ай көтеріп ойбай, қайтып бере салам деп. Енді Құдайға шүкір сендердің мәңгілік махаббаттарың енді 19 жас, 29 жасқа дейін тәрбиелеп, мәпелеген сондай ата апасына, ата-енеңе қалай балаңды бермейсің мысалы. Керісінше жаңа Аманға сендер талап жатырсыңдар, Аманда. Аманның бұл жерде айтып отқанының сөзінің жаны бар. Себебі 21 ғасыр болғанмен адамдар да расымен де егер ата-енеміз егер аламыз деп сөйтіп жатса, жас болып, соған рахмет айту керек. Қазір әр жан өзінің жанын күйттеген заман. Аурушаң, экология деген бар. Сондай аурушаң болады да, ой қой, балалар мазасын алады. Сондықтан алам деген ата-анадан, ата-енеден айналу керек деп ойлаймын, қыздар. Мәди. Әйтеуір қол микрофонға жетті. Біріншіден, қыздар мына жерде пікір айтып жатсыңдар ғой, ата-енеге баланы бермейміз деп. Естерінде болсын, осы эфирді болашақ ата-енелерін көріп отыр. Біріншіден. Екіншіден, жаңағы айтып жатсыңдар, кемпір шалдың қолында өскен ата-анасына сен деп сөйлейді, сыйластық болмайды, жақсы көрмейді деп жатсыңдар. Мен кемпір шалдың баласымын. Мен қазір ата-енеме сен деп сөйлемеймін, ата-анама бәрі ата-ана. Мен өз ата-анама ешқашан сен деп сөйлемегем. Өйткені мен солай тәрбиеледі апам мен атам. Ол сенің әке-шешең ешқашанда сөз қайтарма деп мен тәрбиеледі. Екіншіден, үшіншіден, менің қазір атамның қолында, папамның екі інісі бар, екеуінде баласы апа-атам қолында. Олар, жаңа айтып жатсыңдар ғой, денсаулықтар жоқ, ауырады, өзінің денсаулығын ойламай ма деп, ауыруға ойлайтын уақыт жоқ. Өйткені ана немересімен әурек та, немересі тәтті ғой, немересі оған жол бермейді. Өйткені мынау ауыруды не үшін өздеріміз тілеп аламыз? Біз қазақтар ғой, ойбай, бір жерім ауырып жатыр, ойбай деп. Менің атам күнде таңертең тұрады да, өзі зарядка жасайды. Соны немерелеріне үйретеді. Кезінде осы атам намаз оқып жатқан кезде мен қасында тұрып, бірге намаз оқитынмын. Қандай жаман тәрбие алдым мен содан. Мына жерде отырып отқан жаңағы кім Аман, Альмира, Алия, Хадиша бәрлердің кезінде не деп отырсыңдар? Патриотпыз, қазақ елін дамыту керек, қазақ елін дамыту керек, Енді қараңдар, қазақтың осы кезге дейін тәрбиеленіп келатқаны, кемпір шалдың үлкендердің әңгімесіне өсіп, сол кісілердің тәрбиесін алып өскен заман. Енді қараңдар, мен қазір былай қарап отырсам, қазақтың қыздары осындай болып кеткенде мен Аманның айтуы бойынша қарным ашиды. Не үшін? Өйткені қазіргі қыздар, не жерге біздің қалауымда қыздар көбісі маған үйреніп қалды ғой деймін. Біз ғана таңдаймыз, біздің өзіміздің талабымыз болады әрқашанда деп. Ешқашан олай болмайды. Ер азаматтардың болашақ жарлары не айтады, сол болу керек. Сендер үйтіп, ер азамат жоқ, мен өзім таңдаймын, ата-анеме. Ер азамат ертең келеді, болашақ жарың, сол шешеді. Бұл жерде сендер белгілерін кесін, белгілерін кемесін, ер азаматтардың айтты ма, сол болу керек. Бол. Ал таңдау еркі деген қайда қалады, Мәди? Ашаған, менің басыма тиіп кеттіңдер деп. Мен сендерге қыздар, қазіргі таңда алдындағы сендердің өздерінің әңгімелерін ғой, ойбай, қазақ елін дамыту керек, патриотпын деп ата-енеме бере салу керек баланы. Сен ешкімнің алдына патриотпын деп ата-енеме бере салу керек баланы. Мысалы, сен білмейсің ғой, ештеңе білмейсің. Менің алдыма шығып, сен менің өмірімді көріп келіп отқан жоқсың. Сол үшін сен бірінші ойланып сөйле, жарай ма? Болашақта менің бала-шағам болады да, мен балама келін таңдап отырсам, осындай бағдарламадан көріп отырсам, сен ертең әйелің саған ертең менің бала-шағам бола ма? Менің 5 бала-шағамды ата-енем алам десе, берем. Әйелім қарсы болып отырса, онда әйелім қарсы жоқ. Қыздар-ау, сендер қараңдар, мынандай да, сендерге ойларыңның бәрі мынандай болып тұр. Бір бала ғана туам, бір баланы ғана асырап бәлпештеп өсірем деп. Сол үшін бір бала тумаңдар. Не үшін кезінде қазақтарда бала-шаға көп болған? Көп балалы ата-ана көп болған. Мәселе денсаулықта емес, Алия. Өйткені ол өз Алла тағала берген бала ғой біріншіден, екіншіден адамның өзінің талпынысы болу керек та. Жаңағы менің болашақта көп бала-шағам болсын деген. Айта ғой, Альмира. Жоқ, Мәди мында жеке басымызға ол жаңағы Алияның айтқан емес, осындай қыздарға қарным ашады демей ақ қой. Сен бергің келе ма? Бер. Біз бергіміз келмейді деп өз ойымызды айтып жатырмыз ба? Болды. Өз ойымызды айтып жатыр. Олайынан біздің алдымызға шығып, жарайды енді кейбір адамдарға ұнамайтын шығар. Ата-енеміз көріп отқаны рас шығар. Дегенмен ол сен ата-ененің бәрі сондай алғысы келетін адамдар деп ойламай ақ қой. Кейбіреуі де жаңағы Аманның айтқаны бар ғой, ауырып тұрмын. Кейбіреуі келіннен үй алғаннан, жарайды тастайсың ба, тастап кет деп айтуы мүмкін. На самом деле енелер ішінен кейбіреулер қаламайды. Мен мысалы өзім
көршім болған, сол жағынан айтып отырмын мен, сол тараптан. Ол біз мысалы қыздар өз ойымыз айтып жатырық, неғып жылынып, аман сен бәленшесің, Альмира сен сөйтіп. Жарайды енді белгілерін кесеп береді екен, біз өз ойымыз айтып жатырық, болды. Қыздар, мен сендерге қарным ашып отқан неден? Мен жерде отырып алып, тәрбие, жақсы қызбыз деп отырасыңдар да, енді айтып Құдайға шүкір біздің тәрбиемізге именно баланы бермеу жағынан айтпай-ақ қояйық, Мади. Болды, артық кетпей-ақ қояйық, мына жерде тәрбие. Ол қазақтың қызы қандай болу керек екенін міні жоқ адам айтсыншы маған, мін тақсыншы сол, міні жоқ адам келіп. Біз өз еркіміз өзімізге, өз басымыз өзімізге. Өз басымызға өзіміз жауап береміз. Міні жоқ адам айтса, онда мына жерде сен өз пікіріңді айтпай-ақ қой, сен өз сөзіңе жауап берді, өзіңе жауап берді, біз өзімізге жауап беріп отырмыз. Әрине біздің қайненеміз бәрі көріп отқан шығар, әрине. Бірақ сен оларға жауап бермей-ақ қойшы, өтініш. Құрметті қатысушылар. Медет, айта ғой. Құрметті достар, мына жақта мен айтайын дегенім, қазіргі таңда осы жерде отырған адамның да көп ата-анасы бар емес. Ата-ананы осы күнде болуы, ол былай айтқанда құнды, өте құнды. Пікірің орынды, бірақ қазір жарнамадан кейін жалғастыра жатарсың, өйткені қазір жарнамаға кетуіміз керек. Бірақ ауыз сөз айтайын. Мәди, өткен жолы ғана қыздарға қатты сын айтқан едік. Жалпылама сөйлемеңдер, қазіргі қыздар мынандай болды, қазіргі жігіттер мынандай болды деп. Өткен жолы сенің намысыңа тиген кезде елдің алдында қыздардың қылықтарының дұрыс еместігін айтқан едік, түсіндірген едік. Қазір дәл сол қылықты өзің қайталап, қыздардың орнында сол қателікті өзің жасап отырсың. Сондықтан қайталап айтайын, қыз болсын, жігіт болсын, халықтың атынан сөйлеуге қазіргі қыздар мынандай болды, есі дұрыс емес деп айтуға ешкімнің құқығы жоқ. Өйткені мен миллиондаған қыздарды білемін, балаларын өздері тәрбиелейді, бірақ оларды есі дұрыс деп атауға болады. Сондықтан кішкене тәртіп және мәдениет дегенді ұмытпайық, Мәди? Сені қорғасақ, енді сенен қорғау керек болып тұр. Қазір енді айтарың бар ма? Қазір жарнамадан кейін айтар пікірім бар мен. Жарайды, жақсы, ендеше жарнамадан кейін пікір айтады Мәди. Бізбен бірге болыңыздар.